Тақырыпты бастасақ, бірінші сұрағымды қойсам, өзіңіз туралы және де өзіңіздің балалық шағыңыз туралы айтып өте аласыз? Менің бақытым ол мен Абай, Мұхтар, Шәкәрім туған өңірде дүниеге келдім. Содан сусындадым, сол жерде ержеттім. Шыңғыс таулары, ұлы қағанның лебі ұсталып тұратын. Абайдың, Шәкәрімнің, Мұхтардың рухани азығы тұтынып отырған. Ортада қауымда өстім. Осы марқұм Қабдеш аға Жұмаділ дүниеден өтірде мен осындай бір фильмге сұхбат алғанда ол кісі айтты, менің жазғандарым бір бөлек, мен Қытайдағы неше жүз мың қазақтардың осында қоныс аударуына себепкер болдым. Ең басты менің ерлігім осы деп мен енді ондай ерлік жоқ, бірақ менің енді күнделікті сол оқу, тәрбие, ғылыммен айналысу, мынау Иштван Қоңырдың тұлғасын дәріптеу, оған байланысты кітап жаздым. Қоңыр оқуларын өткіздік баяғы. Осы күнде ғылыми жобалар идеясы енді ғана пайда болған 90-шы жылдардың аяғынан бастап біз қоңыр оқулары, халықаралық ғылыми конференциялар өткіздік, естеріңде бар. Оған үлкен ғалымдарды шақырдық сараптамашы ретінде. Осы тарих, мәдениеттану, культурология, жаңағы мәдениеттану, этнографияға байланысты біз қоңыр оқулары деген атаумен, одан кейін халықаралық деңгейде ғылыми жобалар, ғылыми танымдық конференциялар өткіздік. Оған бізге Якутиядан келді, Венгриядан келді, Қырғызстаннан келді, Өзбекстаннан келді, жан-жақтан оқушылар келіп қатысты. Осы дәстүрді ары қарай алып кетсеңдер, бұл мектептер халықаралық деңгейде керемет фишка болады. Қоңыр оқуларын жаңғырту керек. Мәдениетті бірде игердім. Достарым әртүрлі ұлттан болды. Үшін бір керемет киелі жерде туып өстім. Балалық шағым осында жаздым. Мынау тағы да бір істеген ісім енді айтып кетейін. Яғни мәслихаттың депутаты болған кезде мен осы ауылымыздағы бұрынғы ұстаздарды дәріптеу. Көпте осы мектептің бұрынғы директоры Мұқаевқа көшенің атын бергізді. Переходьканың атына мен көше бергіздім. Анау қалалық ономастикалық комиссияларға хаттар жазып, олар оны дәлелде, неге бұл адамның аты бұл көшеге берілу керек. Жалпы осы Ақбұлақтың ономастикалық саясатына мен біраз үлес қостым. Баяғыда бұл жердегі көшелердің аты Заречная, Зеленая, Несіпбай Мұқаевич деген соғысқа қатысқан керемет адам болған. Одан кейін мектептің жанында мынау соғыста қайтыс болған батырларға мемориалдық комплекс деп айтуға болады. Ескерткіш орнаттым. Керек, алда да жұмыстар бар. Жалпы осы бір қазақ әдебиетіне шыққан мақаламның аты Қоңыр қазаққа қажет дейді. Осы қажеттілікті өтуге тырыстым. Жаңа айттың ба, оның тәрбиелік мәні ең бірінші. Одан кейін оның ғылыми маңыздылығы, оның танымдылық қажеттілігі. Қазақ қоғамы үшін. Осының бәрі мені қызықтырды.
Көп мақалалар жаздым. Мектепте ғылыми орталық ұйымдастырдық. Ғылыми жобалар жаздық. Музей ұйымдастырдық. Осының бәрі сол Қоңырды. Арманымыз, қиялымыз көп. Жалпы адамның жасының 3 түрі болады екен. Олар физикалық жасы, содан жүректің жасы дейді, содан мидың жасы. Жүрегіміз жас, әлі жоспар көп. Қоңыр туралы кітабымда үлкен бір қомақты кітапты аяқтасам деген ойым бар. Басқа да бірнеше тақырыпты жазылып жатқан еңбектерім бар. Үнемі мынау шетелде, осы жолда міне сол жақтан келдім. Түрлі ғылыми конференцияларға қатысамыз. Қоңырға байланысты, басқа тарих мәселелеріне байланысты әңгімелерді көтереміз. Осы ағарту мақсат не? Қызметінде мен ойлаймын, мен тоқтатпаймын. Құдай қанша өмірі береді осы ағартушылық. Адам бір нәрседен қызығудан жалықпау керек. Мен көп нәрсеге қызығам, кітапты көп оқимын, әлі күнге шейін. Көп жазам. Енді осы жазғандарымды басу керек, шығару керек.